Сәлем достар, бүгінгі видеода Кореяға бейімделу мені таңғалдырған нәрселер жайлы айтатын боламын. Арнаға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші осында келген кездегі менің қатты байқағаным Кореяның кішкентай екені әуежайдан шыға сала біліне бастайды. Маған сезілген адамдардың көптігі, көлік қозғалысының көптігі қатты сезілді. Мүмкін мен кішкентай қаладан келген соң маған солай көрінді деп ойлаймын енді. Келген кезде әлбетте бірінші күндерім қонақ үйде өтті. Яғни ол жақтағы ең бірінші таңғалған нәрсем өте кішкентай бөлмелер. Және де мүмкін басқа үйлерде, кәдімгі адамдар тұратын жерлерде ондай емес шығар деп ойлаймын. Ондай жерлерді көрген жоқпын әлі. Дегенмен біз Құдайдың берген кең жерінде кеңшілікті көріп қалғаннан кейін маған басында шамалы ыңғайсыздықтар туындады. Себебі жуынатын бөлме және де дәрет сындыратын бөлме бәрі кішкентай бір жерде бір бөлмеде орналасқаннан кейін маған шамалы ыңғайсыз болды. Менің басқа видеоларымды көрмеген кісілер болса, естеріңізге сала кетейін. Менің келгенім Кореяға 2 айдан аса ғана уақыт болды. Сондықтан қатты сынамаларыңызды сұраймын. Мен әлі Кореяның бір какой-то 3% көрген шығармын. Және менің көзіме керемет жағымды әсер сыйлаған ол әрине осы жақтағы жастардың киіну мәнері, өз-өздеріне қарау мәнерлері, яғни өз-өздеріне уход жасаулары ма қатты ұнады. Өйткені әбіржіп кеткен адамды кездестіру енді қиын. Сондай сияқты мені таңғалдырған, маған қатты жақсы жағынан әсер еткен нәрселер өте көп. Және бұл жаққа келіп сезінген ең күшті нәрселердің бірі ол пунктуалдылық. Яғни бұл жақта автобустың келер уақыты билетіңізде қалай жазылып тұр, солай сол дәл уақытында келеді және дәл уақытында жүріп кетеді. Сіз жалғыз өзіңіз барасыз ба, басқа қаладан басқа қалаға, мысалы автобуспен қатынайтын болсаңыз, сіз жалғыз өзіңіз отырсыз ба, болмаса адамдар жоқ па, ол сол айтылған уақытта жүріп кетеді. Пунктуалдылық қатты ұнады маған. Адамдар да сондай айтылған уақытта, айтылған сөзге сай қызметтерін атқарады. Сен де соған сай болуға ұмтылғаның дұрыс деп ойлаймын осы жақта. Жалпы айтқанда көп плюстары өте көп сезініп жатырмын. Яғни адамдарға деген қарым-қатынасы, ыңғайлылық жағынан, ол жағынан әрине плюс. Маған таңсық болған нәрселер в основном сол кішкентай нәрселер. Бөлмелері кішкентай, жолдары, мен қазір жүрген жерлерінде мысалы жолдары тар деген сияқты. Өйткені қалай алып қарасаңыз да Қазақстан мен Оңтүстік Кореяның жер көлемін салыстыруға келмейді. Соның әсерінен болар, мүмкін мен кеңшілікке үйреніп қалғаннан кейін басында осындай кішкентай дүниелерге үйренісуім шамалы қиын болды. Енді тамақ жағына келетін болсақ, СНГ өнімдерін бұл жақта табуға болады. Халал дүние жеуге де болады. Бірақ та мысалға мен тұрып жатқан жерде, мен қазір жұмыс істеп өмір сүріп жатқан жерде, бұл жақта халал өнім тек қана заказбен ғана алдыра аласыздар. Онда да өткен видеода айтқандай сиыр еті қымбат, қой етін табу екіталай деген сияқты. Қиыншылық тамаққа келген кезде әрқашан мен мысалға переводчик пайдаланамын. Переводчик арқылы более-менее сиыр еті бар тағамдарды, болмаса жаңағыдай теңіз өнімдерін, балықтарды деген сияқты жиі тұтынуға тырысасың. Басқа амалым пока что жоқ. Әйтеуір айналаңда бір мұсылманды кездестіріп қалып, ол біраз уақыт осы жақта өмір сүрген адам болса, сол арқылы біраз нәрселерді біліп, сұрап, әйтеуір бүйтіп күн көріп кеттік деген сияқты. Енді жұмыстағы тамаққа көшейік. Жұмыста обед уақытысында жұмыс істеп жүрген жерімізде ішеміз. Бұл жақта шектан дейді, кафелерге апарады бізді. Сол жақта сұрап аласың, оңай. Сіздің келген кездегі ең бірінші үйренетін сөзіңіз шошқа еті қосылған ба, шошқа еті жоқ па деген сияқты өзіңізге керекті сұрауларды бірден үйреніп аласыз деп ойлаймын. Сол жұмыс барысындағы барған кафелерде сізге жұмыс беруші сізден сұрауда мүмкін алдын ала
пәлен жейсің ба, түген жейсің ба деген сияқты. Бізден құдайға шүкір сұрайды оның бәрін. Біз уже тұрақты жұмыс істеп жүргеннен кейін қазір бізді біледі, шошқа етін тұтынбайтынымызды, жемейтінімізді, жеуге болатын тамақтарды алдымызға жайып береді. Өзіңнің қарның тойғанша жеп аласың деген сияқты, амал жоқ, күн көресің сөйтіп. В основном тамақтардың көбісі ащы, бұрышы өте көп, маңдайыңнан тер шығып отырып ішесің. Сосын біздегідей шай деген түсінік мен байқамадым. Мүмкін бар шығар, бірақ мен әлі кезіктірмедім. Бұларда су, в основном қара су, кәдімгідей мұздатылған сумен әбеттеніп аласың. Сондай. Егер тамақтан қатты қиналатын болсаңыздар, бұл жақта айтып отырмын ғой, мүмкіндіктер жері аш қалмаудың амалын жасап, бәрін жасайсыздар. Маған басында да ыңғайсыз болған да, қарапайым жұмыртқалардың өзі пластмасс сияқты болып сезілді. Тез қайнатылатын лапшалары шамалы пластмастау сияқты болып сезілді енді маған. Ол жеке менің пікірім енді. Картошка бар бұл жақта да, пияз, жуа бар, күріш бар деген сияқты. Аш қалмайсыз, в любом случае аш қалмайсыз. Мүмкін менің осы жаққа жұмысқа келуім, именно осы мен тұрып жатқан қалаға, ол мүмкін маған сынақ шығар деп ойлаймын. Өйткені тамақ жағынан басында қатты қиналдым, адамдармен қарым-қатынас жағынан қатты қиналдым, жүріп тұру, карта пайдалану деген сияқты басында кішкене қиындықтар болды. Бірақ та ол қиындықтардың бәрін уақыт өте келе оңай меңгеріп, оңай үйренісіп кетесіздер. Себебі сіз бұл жақта ешқашанда жалғыз қалмайсыз. Сіз сияқты сіздің елден, болмаса көршілес елдерден бірге тіліңізді түсінетін адамдар әрқашанда сіздің айналаңыздан табылады. Сондықтан осы жаққа келетін болсаңыздар, ешқандай уайымдамаңыздар. Адамның істеген адам істейді. Мен де келгенім кеше, сіздермен көп нәрсемен бөлісе алмайтын шығармын қазір. Но 2 айдағы менің жеткен нәтижелерімді, менің түсінген түсініктерімді қарап отырып, сіз өзіңізге бір нәтиже шығарсаңыз болады. Көбісінің айтып жатқан стресс, жаңағыдай интернетте көрсетіп жатады ғой, шашым түседі бұл жақтың суына деген сияқты. Оның бәрі білмеймін, адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Мен келген кезінде басында шамалы ғана стресс болды. Өйткені бәрібір де сен басқа елге келіп тұрсың, басқа орта, басқа түсініктер, соның барлығының әсерінің кесірінен шамалы стресс ұстайсыздар. Ал бір жерге орнығып, жан-жағыңызда адамдар пайда болған кезде, оның бәрін уақыт өте келе ұмытасыз деп ойлаймын. Самый главный, мен ойлаймын, қандай мақсатпен бұл жаққа келгеніңізді ұмытпасаңыз, әрі қарай тірі адам өзінің тіршілігін істеп кетеді деп ойлаймын. Сондықтан бұл жаққа келуден қорықпаңыздар, басқа ортаға түсем қалай болады деп уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі бұл жақтың адамдары да сіз секілді, сіздің еліңіздегідей адамдар бәрі түсіністікпен қарайды. Смотря кім қай жаққа түседі, қай жерге барып жұмыс істейді деген сияқты. Менің жағдайым да сондай. Айналамыздағы осы жақтың тұрғылықты кәрістерінің өзі бізге жақсы көңіл күймен қарайды, жақсы ниетпен қарайды десек те болады. Өйткені сұраған затыңды, білмей жатқан нәрсенің барлығын түсіндіріп, егжей-тегжейлге дейін бөліп саған айтып беруге дайын бұл жақтағы кісілер. Бұл жақта бүкіл ыңғайлылық қарастырылған деп айтсам да болады, себебі келген кезімде мені ешкім құшақ жайып қарсы алған жоқ. Жұмысты да өзіміз таптық, жолды да өзіміз тауып келдік. Менің 2 айдағы істеген ісімді дәл сіздерде тура сөйтіп қайталасаңыздар да болады. Адамның істеген адам істей алады. Ең бастысы осы. Жұмыс бар ма, бір нәрсе, жаңағыдай қалай барам деп өйтіп қиналмаңыздар. Шамалы миыңызды қозғасаңыз, бәрін өзіңіз істесеңіз болады. Жұмыста табылады бұл жақта оңай. Телеграм бар, таныс тамырларыңыз бар. Сөзімді қорытындылай келе айтсам, басындағы неудобстволар уақыт өте келе үйреншікті болып кетеді екен. Осы бүгінгі видеом қысқа нұсқа өзімнің алғашқы әсерлеріммен бөлістім деп ойлаймын. Толығырақ тағы да толықтырып TikTokқа, Instagramға видео түсіретін боламын. Арнада сілтемелері бар, ол жаққа да тіркеліп қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.